Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз шайға арнап өте дәмді әрі тез дайын болатын пирогты сіздермен бірге пісіретін боламыз. Қараңыздар, біздің пирогымыз осылай керемет болып көтеріліп, арасы пісіп шығатын болады. Ал ендеше сіздермен бірге жасауды бастайық. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды әкеп саламыз. Сосын 230 грамм шекерімізді саламыз да, осы жұмыртқа мен шекерді жақсылап тұрып миксердің көмегімен миксерлаймыз. Миксерді тоқтатпай, шамамен 3-4 минуттай миксерлаймыз. Біздің жұмыртқамыз мына видеодағыда 2-3 есеге көтеріліп, ағару қажет. Келесі кезекте 135 грамм ерітілген сары майды қосамыз. Мен майды микроволновкада ерітіп алдым. Сосын 200 грамм сүтімізді қосамыз. Сүттің орнына қаймақ қоссаңыздар да болады. Енді осыны венчиктің көмегімен төменнен жоғарыға қарай шамамен 1 минуттай араластырамыз. Енді ұнның кезегі. Мен осы пирогқа барлығы 350 грамм ұн қостым. Және де осы қамырымызға ұнды 2-3 бөлікке бөліп барып қосамын. Осылай ұн қосып жатқан кезде ұнды міндетті түрде електен өткізуді ұмытпаңыздар. Ұнымызды қосып болған соң осындай бір пакет қопсытқышымызды қосамыз. Осы бір пакеттің ішінде 18 грамм қопсытқыш болады. Осы 18 граммның бәрін қосамыз да, ары қарай венчиктің көмегімен төменнен жоғарыға қарай араластырамыз. Осылай венчиктің көмегімен араластыруымыз себебі миксермен араластырған кезде ұнымыз шашырап кетпес үшін бірінші осылай венчикпен араластырамыз, ары қарай миксермен шамамен жарты секундтай араластырамыз. Сосын ұнымыздың екінші жартысын қосамыз. Екінші жартысында електен өткіземіз. Ұнымызды електен өткізуіміздің себебі ұнның арасында қоқыстар болуы мүмкін. Осы қоқыстар қамырымызға түсіп кетпес үшін ұнды електен өткіземіз. Егер сіздердің ұндарыңыз жоғары сапалы болатын болса, онда електен өткізбей қойсаңыздар да болады. Ұнымызды осылай електен өткізіп болған соң бірінші венчикпен араластырып аламыз. Ұнымызды жақсылап тұрып араластырып, ары қарай миксердің көмегімен біздің қамырымыз бір керкі болғанша араластырамыз. Шамамен 1-2 минуттай тоқтатпай араластырсаңыздар жеткілікті. Достар, осы пирогтың толық құрамын мен видеоның астындағы описанияға жазып қалдырдым. Сол жерден көрсеңіздер болады. Және де осы менің YouTube каналымнан басқа да кекстардың, печеньелардың рецептісін таба аласыздар. Осы видеоны көріп болған соң, сол басқа тәттілердің рецептісін көруді ұмытпаңыздар. Және де комментария жазып, лайк басып қалдырыңыздар. Енді осындай пирог пісіретін формамызға пергамент қағазымызды төсейміз. Менің бұл жерде пирог пісіретін формамның диаметрі 22 сантиметр. Пергамент қағазымыз төсеп болған соң қамырымызды әкеп құямыз. Достар, қамырымызды формамызға құйып жатқан кезде пештеріңізді 180 градусқа қыздырып қойыңыздар. Сосын осы лопатканың көмегімен қамырларымызды тегістеп шығамыз. Осы пирогты сіздер үйлеріңізге қонақтар аяқ асты келіп қалатын кезде жасасаңыздар болады. Пирогымыз өте дәмді, арасы пісіп, әрі тез уақытта дайын болады. Сіздердің қонақтарыңыздың көңілінен шығатынына күмәнім жоқ. Осылай қамырымызды тегістеп болған соң үстелдің үстіне кішкене осылай ұрып шығамыз. Сонда қамырларымыз тегіс болады. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 45-50 минут аралығында пісіреміз. Қараңыздар, біздің пирогымыздың беті осылай қызарып пісіп шығуы керек. Енді осы пирогты кішкене суытамыз. Суытқан соң формасынан шығарсақ болады. Қараңыздар, еш жерге пирогымыз жабысып жатқан жоқ. Мен сәндік ретінде қант ұнтағын қостым, яғни қолдандым. Осылай қант ұнтағын пирогтың бетіне сеуіп шықсаңыздар болады. Бұл міндетті түрде емес.
қант ұнтағының орнына шоколадты ерітіп, немесе грек жаңғағымен сәндесеңіздер болады. Бұл жерде өз фантазияларыңызға қарай. Енді осы пирогты кесейік. Пирогымыз оңай кесіліп жатыр. Пирогымыздың сырты, яғни үсті жағы қытырлақ болып шыққан, ал ортасы жұмсақ, өте дәмді, керемет, яғни воздушный болып шыққан біздің пирогымыз. Қараңыздар, ортасын бөліп көрсетейін. Ортасын бөлгенде оңай бөлініп жатыр. Осы пирогты жеместен бұрын негізі сіздер суытсаңыздар, суытып барып жесеңіздер өте дәмді болады. Әрине ол өз қалауларыңызда. Қараңыздар, пирогымыз кескенде кезде осылай көрінеді. Сіздермен болған Фатима. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Және де осы пирогты міндетті түрде жасап көріңіздер. Қалай шыққанын комментарияға бөлісіңіздер.